Жылдам ақпараттар есуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, арма қазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін, ал ендеше бастадым. 28 наурызға арналған ауа райы болжамы жарияланды. Қазгидрометтің хабарлауынша, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады, жауын-шашын, жаңбыр, қар жауады. Тек солтүстік, оңтүстік, батыста жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республиканың кей жерлерінде желдің күшеюі, тұман, көктайғақ, оңтүстігінде найзағай, батыста бұрқасын күтіледі. Қостанай облысында желдің жылдамдығы 15-20 метр, күндізі кей жерлеріндегі екпіні 25 метр секундке дейін күшейеді. Батыс Қазақстан облысының кей жерлерінде тұман, көктайғақ, бұрқасын, жел күшеюі 15-20 метр секундке дейін болады. Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облыстарының кей жерлерінде тұман, желдің жылдамдығы 15-20 метр секундке дейін күшеюі күтіледі. Ақмола, Ақтөбе облыстарының кей жерлерінде тұман, желдің жылдамдығы 15-20 метр секундке дейін күшейеді. Ақтөбе облысының кей жерлерінде көктайғақ болады. Қызылорда облысының кей жерлерінде тұман, күндізі кей жерлерінде дауыл, жел күшейеді, 15-20 метр секундке дейін болады. Жамбыл, оңтүстік Қазақстан облыстарының кей жерлерінде түнде және де таңертең тұман күтіліп, күндізі кей жерлерінде желдің жылдамдығы 15-20 метр секундке дейін күшейіп, кей жерлерінде найзағай, желдің жылдамдығы 15-20 метр секундке дейін күшейеді. Павлодар, Маңғыстау, түнде және де таңертең Шығыс Қазақстан, Алматы, Атырау облыстарының кей жерлерінде тұман болуы күтілуде. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар, және де осыған ұқсас үгеде ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп, сау саламатты болыңыз.